Патриот арнасында сіздермен бірге мен Амантур Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз смартфонда қанша датчик бар деген. Бұл өте маңызды тақырып. Мен өткен сабақта смартфон пайдалы құрал ма деген сабақта мен бұл датчиктер туралы ешнәрсе айтқан жоқ едім. Себебі бұл бөлек тақырып. Датчиктер не үшін керек? Датчиктер мынау смартфон менен қоршаған ортаның арасындағы көпір. Яғни олар белгілі сигналдарды өлшейтін приборлар. Яғни дыбыс сигналы, жарық сигналы, ауаның температурасы, ылғалдылығы тағы басқа. Менің смартфоным өткен сабақта айтылды. Бұл Redmi 9-ты Xiaomi фирмасының моделі 21 жылы алынды. Оның техникалық сипаттамасы келесідей. Енді техпаспортқа қарасақ, бұл смартфонда мынау келесі датчиктер бар екен. Датчик приближения, жақын датчигі, акселерометр, датчик света, жарық датчигі, компас немесе магниттік датчик. Және сканер отпечатков пальцев дейді, ол датчик емес. Бұл бағдарлама. Бұл камераны пайдаланатын бағдарлама. Енді өткен сабақтан белгілі, менің смартфонда мынау келесі 4 камера бар. Ол негізгі камера, артында тұратын және алдында тұратын фронтальный камера. Бұл жерде бір датчик бар, сенсор глубины резкости деген. Яғни анықтылық датчигі. Біз енді осы паспортта көрсетілген датчиктер біздің смартфонда бар ма, іске асырылған ба, жоқ па, соны анықтайық. Ол үшін арнайы бағдарламаны орнатамыз. Сәлем достар. Sensor Fox for Android деген қосымшаны ашамыз. Бұл қосымшаның мақсаты біздің смартфонда орналасқан барлық датчиктерді көрсету. Мысалы, мына жерде 9 датчик тұр. Соның ішінде 7-еуі біздің смартфонда қызмет етеді, қалған 2-еуі жоқ. Ол температура және қысым сенсор. Кезек-кезекпен айтатын болсақ, бірінші акселерометр датчигі, бұл G датчик деп атайды. Бұл датчик біздің смартфонымыз мына жер бетінен қандай бұрышта орналасқанды көрсетеді. Мысалы, біз смартфонды бұрамыз, оңға солға қимылдатамыз. Мысалы, қимылдатсақ, мынау шарик сол. Біз қимылдаған бұрышымызды көрсетеді. Солай қарай қимылдайды. X, Y, Z бойынша. Бұл датчик туралы мәлімет, максимальный range 78-45 дейді. Келесі екінші датчик, ол light sensor немесе жарық сенсоры. Біз қазір мынау қараңғыда тұрмыз, көлеңкеде. Егер біз бұны жарық алатын болсақ, өзгеріп жатыр. 540 болды. Қайтадан ішке алып көрсек, азаяды. Бұл туралы мәлімет келесі 4096-ға дейін өлшей алады екен. Келесі датчик ориentation сенсор ориентация. Яғни бұл да акселерометрге ұқсайды. Біздің мына смартфонды қимылдататын болсақ, міне оңға солға. Міне оның бұрышын көрсетеді. Азимут, pitch, roll, градус. Осылай. Бұл туралы мәліметін алатын болсақ, міне максимальный range 1-ге тең екен. Бірге. Көресің, өте жылдам өзгеріп жатыр. Келесі 4-ші датчик, ол proximity sensor. Бұл жақындату сенсоры. Бұл қалай жұмыс істейді? Мысалы, алдыңғы камера бар. Сол камераға мен 2 саусағымды алып келсем, міне жақындатсам 0 болады. 0 сантиметр. Көтерілсем, міне 5 сантиметр. Максимальный 5 сантиметрге дейін өлшейді. Міне мынау гүл ашылып жабылады. Бұның мақсаты
мынау біз камераға бетімізді өте қатты жақындатсақ камера жабылып қалады. Мысалы мына жерде максимальный рейндж 5 сантиметр. Өте қажетті датчик. Одан кейін температура сенсор жоқ. Міне кешіріңіздер, жоқ дейді. Гироскоп датчигі. Бұл енді чувствительность почти жоқ. Сезіп тұрған жоқ. Міне қозғалсам да жаңағы далаға шыққан өзгергенде Z қана өзгереді. Міне Z өзгеріп жатыр. Y де өзгеріп жатыр. Міне былай қарай сәл бұру керек та. Мына X-а үшеуі де өзгерді. Гироскоп. Бұл қатты сезе бермейді да, бұл бір қалыпты ұстап тұрады, бір белгілі деңгейде. Біздің бұл да ориентация ғой, былай қарағанда. Біздің бір қалыпты сақтап тұрады деңгей, орналасу деңгейімізді. Бұл туралы мәлімет алатын болсақ, міне максимум рейндж 38-де 39 дейді. 38-де 39. Өзгеріп жатыр. Қалай өзгертсек? Мен жоғарыдан төменге өзгеріп жатыр. Көрдіңіздер ғой? Осы магнит датчигі. Бұл бізде енді қазір бір қалыпты 55 микротесла болып тұр. Егер мен бұл смартфонды мен магнитке жақындатсам, мысалы мына жерде машинаның динамигі бар. Машинаның динамигі. Машинаның колонкасы. Соған батсам, бұл ұлғаяды. Мысалы қазір бізде 51 таптым. Магнитке жақындаттым. Дыбыс сенсорын басамыз. Осы енді мен тағы бір қосымша Compass for Android деген қосымшасын көрсетпекшім. Бұл қосымша да өте пайдалы, мынау аңшыларға, саяхатшыларға қажетті. Біз мысалы қай жерде кетіп бара жатырмыз, сол бағытты көрсетеді. Мысалы мынау дәл қазір мен бағыттап тұрмын, 350 градус солтүстік көрсетіп тұр. Мен енді теріс бұрсам былай қарай, онда мен оңтүстік бағытқа қарай боламыз. Мен бұрып жатырмын, смартфон сол қай бағытқа бұрдық, сол бағыттың градусын көрсетеді. Әрине бұл компас магниттік принципке негізделеді. Жаңа біздің телефонның ішіндегі магнит датчигі бар, сол магнит датчиктің сигналдарын пайдаланып осы бағытты көрсетеді. Жақсы. Жаңа видеодан көргендей, біздің смартфонда 7 датчик анықталды бағдарлама арқылы. Енді 8-ші датчик, ол жаңа мен алғашқы айтқандай камераның датчигі, анықтылық датчигі. Сонымен 8 болды. Енді оларға жеке-жеке тоқталсақ. Акселерометр ол смартфонның жел бетіне қатысты еңістік бұрышын өлшейтін датчик. Келесі датчик. Жарық датчигі бұл смартфонның энергиясын үнемдеу үшін дисплей жарықтығын автоматты реттеуге арналады. Егер қоршаған орта жарық болса, онда дисплей жарықтығын төмендетеді.
энергия аз желінеді. Ал қараңғы болса керісінше жарықтықты көтереді. Ориентация датчигі бұл біздің дисплейімізді бұрғанымызға, жылжытқанымызға қарай оның нижний альбомный деп бөлінеді ғой, сол екі түрлі күйін өзгертіп тұрады автомат түрде. Бұны алып тастасақ та болады негізі. Егер бізге ыңғайсыз болса, ол мынау блокировка ориентация деген команданы таңдасақ, ол алып тастайды. Ал жақындық датчигі бұл кез келген нысанның смартфонға қаншалықты жақындағанын өлшейді. Егер біз қатты жақындап кетсек смартфонға, онда ол дисплейді өшіріп тастайды. 5 сантиметрден жақын болса, біз оны сезеді. Гироскоп смартфонның кеңістіктегі күйін анықтайды. Ол яғни тура X егілгізеді, бірақ 1 радиан секунд. Бұл жылдамдықты өлшейді. Анада тек қана ара қашықтықты өлшесе, акселерометр, гироскоп оның жылдамдығын өлшейді. Ал дыбыс датчигі біздің дыбысымыздың сигналын деңгейін өлшейді. Уровень, бұл децибелмен өлшенеді. Магнит өрісі датчигі ол магнит өрісі арқылы смартфонның кеңістіктегі X егілгізеттегі күйін анықтайды. Егер біз мынау жер полюсіне жақындайтын болсақ, магниттік полюске, ол жерде әрине өте үлкен магнит өрісі бар. Ол жерде Тесла, бірнеше Тесламен анықталады. Енді әрине біз алыс болғандықтан бізде уже микро, миллионнан бір Тесла. Ал 8-ші датчикта өте қажетті, мынау сурет түсіру кезінде смартфон мен нысан ара қашықтығын өлшенеді. Бұл датчиктің мақсаты автоматты фокусировка арқылы сурет сапасын арттыру. Фокусировка кезінде объектив диафрагмасының ашылу бұрышы, яғни қатты ашылады немесе жай ашылады. Егер біз бір нысанды суретке түсірсек, сол нысанның ғана маңайын, сол нысанның өзін леске қыламыз, яғни анық етеміз. Менің смартфонымда 48 мегапиксель. Ал ол нысанның артында тұрған басқа нысандар, олар бізге онша қажет жоқ. Сондықтан оның лескісі дәл төмен болып, ол төмен 2 мегапиксель болады. Сондықтан ерекшеленеді. Ал енді осы бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біздің смартфонда 8 датчик бар екен. Академик Асқар Жұмарлаевтың қанатты сөзі бар. Қазақ технократ ел болу керек дейді. Ол үшін біз тырысуымыз керек, әрине. Егер біз технократ ел болсақ, онда біз әрине осындай өзіміздің смартфондарымызды шығара аламыз. Ал смартфон шығару деген сөз, ол микропроцессорлық техниканы меңгеру деген сөз. Микропроцессорлық техниканы шығарсақ, біз қалаған компьютер шығара аламыз. Оның ішіндегі барлық элементтерін шығара аламыз. Ішінде жад бар ма, аналоговый цифроаналоговый преобразователь бар, микропроцессор, микроконтроллерлер бар, датчиктер бар, барлығын шығарамыз. Смартфон ол бәрін біріктіретін құрылғы. Сондықтан барлығыңызға сәттілік тілеймін, ақ жол. Сау болыңыздар.